Инвесторлар, кәсіпкерлер, мемлекеттік қызметшілердің бүгінде мүддесі ортақ, бизнеске қолайлы орта қалыптастыру, жағымды инвест климатқа қол жеткізу. Осы мақсатта Protecting Business and Investments сыбайлас жемқорлыққа қарсы сүйемелдеу жобасы сыр елінде маусым айында басталып кетті. Бұл іске Қызылорда облысының әкімдігі, Қазақ Инвест акционерлік қоғамының Қызылорда филиалы, облыстық индустриалды инновациялық даму, облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармаларымен қатар кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы мен Қызылорда облыстық кәсіпкерлер палатасы кеңінен тартылды. Жергілікті атқарушы билік, агенттік департаменті мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюро департаменті басшыларының аталған жоба аясында шетелдік инвесторлармен кездесу ұйымдастырылды. Кездесуге аймақтағы 12 инвестициялық жобаны жүзеге асырушы инвесторлар қатысып, жоба алдында туындауы мүмкін проблемалық мәселелер талқыланды. Кездесу қорытындысымен шетелдік инвесторларды жемқорлыққа қарсы сүйемелдеуді Қазақ Инвест акционерлік қоғамының филиалы арқылы жүзеге асыру келісілген болса, отандық инвесторлардың жобаларын кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы мен облыстық кәсіпкерлер палатасы арқылы қорғау шешілді. Бүгінде бизнес орталыққа инвесторларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы сүйемелдеу фронт офисі жұмыс жасауда. Қазіргі уақытта фронт офиске инвестор компаниялар Orda Glass Ltd серіктестігінен бір ауызша өтініш және China Triumph International Engineering Group Co Ltd компаниясынан бір жазбаша өтініш келіп түсті. Департамент тарапынан Orda Glass Ltd-ға түсіндірме берілсе, China Triumph International Engineering Group Co Ltd-ге цемент зауытының құрылысына қажетті 5 шетелдік маманға визалық құжаттар рәсімдеу және инвесторлардың шетелдік мамандар тарту бойынша визалық құжаттар әзірлеуге мәселесі қаралды. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаментімен Protecting Business and Investments жобасы аясында инвестициялық жобаларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы сүйемелдеу туралы жалпы сомасы 356,2 миллиард теңгені құрайтын 12 келісімге қол қойылды. Жалпы департаментке жыл басынан бері кәсіпкерлер мен инвесторлардан 7 өтініш түсіп, оның 5-еуі бойынша бизнес өкілдерінің құқықтары қалпына келтірілді. Ел президенті астын сызып атап өткендей, шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау мемлекеттік саясаттың басымдығы болып табылады. Осы ретте жергілікті атқарушы билік, агенттік департаменті мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюро департаменті бизнес климатты жақсарту бағытында нақты жұмыстар жасап, экономиканың өркендеуіне өрелі түрде өз үлестерін қосуда.